Талиптер Ауғанстан Ислам Эмиратын жарияламақ. Ауған елі шариғат бойынша өмір сүріп, қарапайым халыққа қысым көрсетіліп, құқықтары тапталуы ықтимал. Террористік ұйым болып танылған Талибан толық дербес елді басқармақшы. Оның астарында не бар? Қандай өзгерістер орын алуы мүмкін? Осы және басқа сұрақтардың жауабын іздеп көрейік. Армағайын. Арнада Қара Жәшік, сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Ауғанстан астанасын талиптер ешбір атыссыз, қақтығысыз жаулап алды. Оның алдында айтарлықтай қарсылықсыз елдің өзге қалалар мен провинциялары талиптердің қолына өткен болатын. Тарихқа үңіліп қарасақ, ауғандықтар соғысуды жақсы біледі де, алпауыт елдердің өздерін жаулап алуға ешбір мүмкіндік берген жоқ. Атап айтқанда, кезінде өз территориясынан Британ империясын, содан соң КСРО, ал енді ақш пен НАТО бастаған елдерде ығыстырып жіберді. Бірақ Ауғанстанның заманауи қарулармен қамтамасыз етіліп, әскери соғысқа жетік үйренген 300 мыңдық әскер бірнеше аптаның ішінде соғыссыз құлады десем қателеспеймін. Ал дрон, реактивті артиллерия, авиациясы жоқ 75 мыңдық талиптер мемлекетті басып алды. Осындай жеңісті не Байден, не Путин ешкім күтпесе анық. Қалай дегенмен аталмыш жағдай Ауғанстан халқы талиптермен ниеттес екенін аңғартады. Талиптер оларға жау емес, өзге ұлт, не өзге мемлекеттің азаматтары емес. Себебі ғасырлар бойы алпауыт елдер жаулап ала алмаған ауғандықтар осындай жеңілдікпен беріле қоймас еді. Барлық қалалардың қақпасын ашқан ауғандықтардың өзі. Бәлкім батыстың, не солтүстігі көршілердің қолдауын көрмегендіктен болар, бірақ жасалған іс болды. Ал фундаменталды ислам дініне қарсылар елден қашып кетуге асығып жүр. Оның өзі, елде шамамен 38 миллион халқы бар есептесек, талиптерге қарсылардың қарасы Кабулдағы әуежайда және Тәжікстан мен Өзбекстандағы босқындар лагерінде ғана көрінеді. Мүмкін оларды жақтырмайтындар саны одан көп те шығар. Бірақ тарихты еске алсақ, кезінде елеулі тойтарыс берген еді. Нәтижесінде Талибан қарапайым пуштун қозғалысынан жалпы республикалық деңгейдегі күшке дейін жетті. Жай күш емес, әскери және саяси күшке айналды. Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығын екі сұрақ мазалап тұр. Неліктен болды және енді не болмақ? Америкалықтар Ауғанстанды мәдени демократиялы ел ретінде қалыптастыра алмады. Сәйкесінше, америкалықтардың салығынан жұмсалған $триллион зая кетті. Тәжірибелері іске аспай қалды. Демек, аталмыш елде нақты мықты күш бар. Керек кезде қаталдығын көрсететін көсем және жалпы билік болмағандықтан ауғандықтар ақш ұсынған елді басқару жүйесіне көне алмады. Ақш әскері Ауғанстан елінен асығып қашып, тастап кеткенінде әлі есімізде. Енді қалыптасқан жағдайдан глобалды мәселе туындап отыр. Ресей мен Орта Азия елдері, Қытай мен Иран көршілес жерде орналасқан радикалды сунниттік қозғалыспен күресті өздері ғана жүргізетін секілді. Ресей болса, алғашқы күндерден бастап талиптермен жылы қарым-қатынас орнатуға күш салып жатыр. Талиптердің Мәскеуде өткен баспасөз конференциясы соған дәлел. Ал америкалықтар болса, енді қаржыны осы бағытта шашпай, күш жұмсамай, сарбаздардан айырылмай, өзіне сенімді серіктестердің жерінде Жапония, Европа мен Израильде жаңа күш жинап отырмақшы. Нәтижесінде бейшара күйде қалған Орта Азия елдері алпауыт ақш, Қытай не Ресей көмегіне зәру болмақ. Осы орайда Тұран идеясы, түркі тілдес бауырлардың Түркияның рөлі ерекше болмақ. Ал осы нәтижесінде не болмақ деген сұраққа мен келесідей жауап берейін. Талибан этнодіни пуштундық фундаментализмнен этникалық тұрғыда қатысы жоқ діни әскери күшке айналуына байланысты соғыс аймақтың осал жеріне өтпек. Атап айтқанда, негізгі халық мұсылман, бірақ өз билігімен аса салқын қарым-қатынастағы елдер бірінші кезекте талиптерден опық жейді. Ол Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан. Жағдай өзгермей реформалар болмаса, Қазақстанға да қауіптіліктің беті бар деп санаймын. Одан бөлек, Солтүстік Кавказ туралы да ұмытпаған жөн. Татар, башқұр, шешен мен ингуш халықтары да
сунниттік ислам бойынша өмір сүреді. Сәйкесінше тәліптер осы халықтың жастарына да елеулі идеологиялық, діни әсер етуге қауқалары бар деп айтуға болады. Қорытындылай келгенде, тәліптер Ауғанстаннан бөлек Орта Азия мен Кавказ халықтарына елеулі әсер етіп, жағдайды өзгертсе, олардың Даиш мүшелерімен бірігуі ғажап емес. Сонда таяу шығыс елдері де қауіпті жағдайдан алыс емес. Демек, діни радикализм кеңінен тарап, хаос орнауы әбден мүмкін. Каналға жазылып, пікір білдіріп, лайк басуды ұмытпаңыздар.